Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай әдемі конверт жасайтын боламыз. Осындай ерекше қазіргі хит болып жатқан конверттер. Конверттер әртүрлі қылдырып жасалады, өз фантазияларыңызға қарай. Мен үйде болған бар затымен жасадым, сондықтан қатты сөкпелеріңізді сұраймын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қарап отырсаңыздар, мен бұл жерде сіздерге мысал ретінде ою ленталардың түр-түрін қойып қойдым, бірақ ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен оюды қолданбайтын болдым. Оның орнына мен жай ғана полужемчугпен және филигранмен әсемдейтін боламын. Осындай полужемчуг лентамен сатылады. Және тағы қолданатыным бұл липучка. Липучканың орнына мысалға темір магнитті кнопка пайдалануға болады. Сосын осындай филигранды өзім осындай тастармен, стразалармен әсемдейтін боламын. Және де конверттің сыртқы бетіне осындай лентамен әсемдеуге болады. Тағы да ол өз қалауларыңызға байланысты. Және бізге керек фетр, осындай үкі, клей, қайшы, сызғыш. Ең алдымен бізге конверттің қаңқасын дайындаймыз. Конверттің өлшемі 25 см, ені, ұзындығы 35 см. Бұны бастапқы конвертті бүгіп аламыз, асты 13 см. Соны екіге бөлгенде 26 см, одан 9 см беткі жағына конверттің аузын жабу үшін бізге керек болады. Осылай қылдырып бүгіп аламыз. Және де мен конверттің алдын кішкене әдемілеп істейтін боламын. Сондықтан 25 см екіге бөлгенде 12,5 см болады. Тең ортасын тауып алып, осылай сурет салып аламын. Сурет салып алғаннан кейін тең ортасын тауып, жаңағы сызған жерімізден қиып аламын. Сіздер өз қалауларыңызша 3 бұрышты қылдырасыздар ма, 4 бұрышты қылдырасыздар ма, немесе дөңгелек қылдырасыздар ма, әлде осындай әдемі қылдырып шығарасыздар ма, сол барлығы өз қалауларыңызша. Міне осылай әп-әдемі болып конверт шықты. Енді конвертті жабыстыратын боламыз бір-біріне, екі жағын. Абай болыңыздар, клей өте ыстық, жақсылап жабыстырып, осылай бекітіп аламыз. Енді конверттің сыртын әсемдейтін боламыз. Мысал ретінде жаңа көрсеткендей лентамен немесе осындай полубусиналармен әсемдеуге болады. Мен полубусина алатын боламын. Клейді сыртына шығармай, әдемілеп, жақсылап клейтетіңіздер, сондықтан жұмысыңыз өте сапалы болып көрінеді. Және әдемі болады. Барлық шетінен айналып шығып, осылай клеймен жабыстырып аламыз. Және де мына конверттің бет жағы, жабылатын жағында осылай полужемчугпен әсемдейтін боламыз. Ендігі кезекте біз осындай липучка жабыстыратын боламыз. Липучканың орнына айтып өткенімдей магнитный кнопканы тоже қолдануға болады. Мен осындай липучка қолданатын боламын. Арзан. Әрбір дүкенде сатылады. Ендігі кезекте біз осындай филигранды әсемдейтін боламыз. Бұған мен әртүрлі тастар, стразалар қолданамын. Өз
фантазияларыңыз қалай жетеді, соған байланысты. Және де мен бұған үкі тағатын боламын. Енді конвертіміздің сыртына семдейміз. Осылай жаңағы жапсырып алғаннан кейін конверттің алдына осылай клеймен жақсылап тұрып бекітеміз. Конвертіміз дайын болды. Бұл жай ғана менің мысалым. Сіздер егер өз қолдарыңызда мысалға ана сүті өлі тірі деген жазулар болса, мысалға солай да жабыстыруға болады. Ол одан да жақсы көрінеді. Мысалға осылай үкісін, әртүрлі фитрдің түсін ауыстырып, мысалға ол жақтан осындай ана сүтін өлі тірі берген кезде әкелген картинасына байланысты түсін бәрін келтіріп осылай жасауға болады. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.